Саламатсыңдар балалар. Біз бүгінгі сабақта жер шары неден тұрады деген сұраққа жауап іздейміз. Сабақтың мақсаты жердің құрылысы мен құрамын зерттеу, жер шары және оның құрамын сипаттау. Осы мақсатқа жету үшін біз жердің ішкі құрылысы қандай, біздің ғаламшарды қандай қабаттар қоршап тұрғанын білу қажет. Онда балалар, қараңдаршы, мына жерде қандай адамдардың суреті тұр. Бұл аспан денелерін зерттейтін астроном деген ғалымдар. Енді астроном дегеніміз нені зерттейді? Ғарышты өте алыс орналасқан ғаламшарлар менен жұлдызды зерттейді. Бұнда өздеріңіз көріп тұрғандай біздің аспан денелері. Енді балалар, біз жердің ішкі құрылысына тоқталайық. Жердің ішкі құрылысы 3 қабаттан тұрады. Жер қыртысы, мантий, ядра. Енді мына суретті көріп отырсыздар. Ең ортасында ядра, одан кейін мантий, одан кейін жер қыртысы. Жалпы температура, жердің ішкі құрылысының температурасы Цельсийдің 6000 градусқа тең болып келеді. Құрамында темір, никель деген элементтер бар. Оны біз жоғары сыныпқа барғанда химия пәнінен өтеміз. Жер қыртысының сыртқы қабаты сұйық болып келеді, ішкі қабаты қатты болып келеді. Енді біздің оқулықта берілген мынандай бір кесте бар. Сол кестеге жақсылап мән беріп қараңыздар. Бұл жерде жер қыртысы мұхиттық, материктік деп екі құрамдас бөліктен тұрады. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Мантий жоғарғы, төменгі мантия деп екі құрамдас бөліктен тұрады. Ядра сыртқы және ішкі деп екі құрамдас бөліктен тұрады. Осы құрамдас бөліктердің өздерінің қабатының қалыңдығы, қабатының температурасы, олардың ерекшеліктері әртүрлі болып келеді. Осыған жақсылап оқулықта қарап түсініңіздер. Енді жер қабаттары зерттейтін ғылымды біз геосфера деп атаймыз. Және гео деген жер, сфера деген қабат деген сөз. Мұнда біздің жер қабаттары 4 құрамдас бөліктен тұрады. Бірінші литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера. Мұнда балалар қысқаша әрбіріне тоқталайық. Литос деген тас деген мағынаны білдіреді. Ғаламшардың ең қатты тас қабаттары болып келеді. Гидро дегеніміз су деген мағынаны білдіреді. Мұхит, теңіз, өзен, көлдер жатады. Атмосфера дегеніміз ауа, ауа қабаты. Ғаламшарды қоршап тұратын ауа қабаты. Биос деген тіршілік деген мағынаны білдіреді. Барлық тірі организмдердің өмір сүретін қабаты. Жер қабаттардың бір-біріменен қалай байланысқанын біз қазір тәжірибе арқылы дәлелдеп көрейік. Осы тәжірибемізді балалар, сіздер тек менің орындағанымды түсініп, қарап, соған талдау жасау керек. Енді бұл тәжірибені жасау үшін не қажет? Су, топырақ, өлшегіш стақан, шыны, таяқша. Бізге қажетті құрал жабдықтар болады. Енді бірінші тәжірибені жасап көрейік. Өлшеуші стақанға кішкене су құямыз. Су бетіне көтеріліп жатқан көпіршіктер пайда болады. Олар қайдан пайда болды? Бұл тәжірибе қандай сфераларға байланысын көрсетеді. Жақсы, бірден мен жауабын айтайын балалар. Гидросфера мен атмосфера байланысы. Екінші тәжірибе. Өлшеуші стақанға топырақ саламыз. Шыны таяқша арқылы топырақты сумен араластырамыз. Топырақ стақан түбіне тұнып, стақан түбінде құм жиналады. Ал оның үстіне саз жатыр.
Енді сұрақ, олар қандай сфераның құрамдасына жатады? Жақсы, литосфера мен гидросфераның байланысы деп жазды деп ойлаймын. Енді осы барлық сфералардың бір-бірімен байланысты екен туралы қорытынды жасаңыз. Осы тақырыпқа негізделіп балаларымыз мынандай бір жаттығуларды орындайық. Жер қабаттарының жоғарыдан төменге қарай дұрыс орналасу ретін анықтаңыз. А. Ядра, мантий, жер қыртысы. А. Жер қыртысы, мантий, ядра. Б. Мантий, ядра, жер қыртысы. В. Мантия, жер қыртысы, ядра. Қай жауап дұрыс? Ойланыңыздар. Екінші тапсырма. Жер қабатының атаулары мен олардың қасиеттерін сәйкестендіреміз. Мына жерде кестеде жер қабаттары берілген: атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. Келесі оның қасиеттері берілген. А-да қатты қабат, Б-да газ тәрізді қабат, В-да су қабаты, Г-да тіршілік қабаты. Енді қай жауабы дұрыс екенін ойланайық. Жақсы балалар, дұрыс жазды деп ойлаймын. Енді өздеріңіздің жауаптарыңызды тексеріңіз. Жер қабатының атаулары мен олардың қасиеттерін сәйкестендіру тапсырмада атмосфера Б. Б дегеніміз газ тәрізді қабат. Гидросфера В. В дегеніміз су қабаты. Литосфера А. А дегеніміз қатты қабат. Биосфера Г. тіршілік қабаты. Енді келесі бір тапсырма. Жер қабаттарын жоғарыдан тереңге қарай дұрыс орналастыру ретін анықтаңыз деген тапсырмада А болды. Солай ма? Я. Жер қыртысы, мантий, ядра. Енді балалар, бүгінгі сабақта біз жердің құрылысы мен құрамын, жер қабаттары және олардың құрамдас бөліктері туралы білдіңіздер. Енді оқу тапсырма. Оқулықтың 146-дан 51-ші бетті оқу, мазмұндау. Екінші, жер сфераларының өзара байланысы кесте толтырыңыз. Мына жерде атмосфера менен биосфера екеуінің байланысын көрсеткен белгілі бір сөздерді тауып жазу керек. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.